Біздің жобаның мақсаты мұқтаж адамдарға кәсіп ашып беру, аяғынан тұрғызу. Және сізден бар жоғы біз 200 теңге күн сайын салып отыруды сұраймыз. Неге 200? Бірден сала салуға болады. Егер бір адам күніне 200 теңгеден салса, айына бар жоғы 6000 теңге шығады екен. Бірден сала салуға болады әрине. Бірақ біз сізге бірден емес, күн сайын 200 теңге салыңыз деп өтінеміз. Өйткені оның өзінде үлкен ғибрат бар. Неге дейсіз ғой? Сіз 200 теңге таңда тұрған кезде қарайлас жобасын аударасыз. Сосын Алладан сұрайсыз: "Я Алла Тағала, бүгінгі ісіме береке бер, кәсібіме береке бер, болашағымның амандығын, ақиреттің хайырлысын сұраймын." Я Алла Тағала деп Алланы еске аласыз. Осы әрекетті сіз күнделікті жасайсыз. Яғни Алланы еске алудан сендерді дүниелерін тосып қалмасын дейді. Ал біз керісінше сол дүниені Алланы еске алу жолында жұмсап жатырмыз. Алла Тағаламен байланысты күнделікті жақсартып отыратын болсақ, Алла Тағала бізді ешқашан назарынан тыс қалдырмайды. Сондықтан да бар жоқ 200 теңге күн сайын аударыңыз, Алланы еске аласыз және қайырымдылық жасайсыз. Өзіңіз үшін ғибратты оқиға, өзіңіз үшін осындай бір әдетті қалыптастыратын болсаңыз, бұл әдетіңіз мақсатыңыз өміріңізге айналады. Ал өміріңіз тағдырыңызға ұласады. Бұл жақсы амал тағдырыңызда болса, Алла Тағала сізді міндетті түрде өзінің разылығына бөлейді.